Әтәш ері жемізләп, аяқ иле типкеләп, янында тауықлар бар, бары 7-8-ләп. Әтәш мұқтаж азыққа, һәм ихласы зауыққа, сирәк-мирәк қышқырып, ғайрәт қыла тауыққа. Сандуғаш көзін салып, орынынан қозғалып, тәрезенің түбінен әйтті әтәшке мақтанып. Ей, әтәш, сен бишара, бұл айтаба бір қара. Бұл кішкіне сандуғаш нешік күнін ұздыра. Тәмлі ұрлықлар ашап, рәхәтлі келе яшап, сенің кібік жер қозып, көрмеймін хеш бір азап. Шүплік башына барып, ермеймін шүп ақтарып. Әтәш мұны ішіткәш, жауап берді қайтарып. Не файда аш көпліктен, шыға алмайсың шитліктен. Хыр кейінше азық іздәу, көп артықтыр шүпліктен. Мені қара, нешік хыр, қайда барсам, анда бір. Ұшып тұрған жеді тауық, барысы да менің қатындыр. Ойнап күләм тілесем, тілегенше сөзләшем, қой жерім сізден кейін, ұрлық ашап өсмәсем. Тұрған орынларың тар, тарлықта не рәхәт бар? Қайғы қасірет көпліктен, қыласы сіз ақ зар. Әдәмләргә син әсир, тұрған жерің бек тар жер. Нешік шыдап тұрасың? Сандуғашым, жауап бер. Әтәшке жауап тапмай, ғажиз қалды сандуғаш. Башын түбән салып тұрды, башқа хайле тапмағаш. Ғибрат иле мұнда бақ, әтәшнің әр сөзі қақ. Әсир болып тұрудан хыр болу артығырақ. Болмаса хиш ихтиярың, ләззетнің не рәхәті бар? Хырлік не деген сөз ол? Иранығыз, балалар. Бір заман бір бай сандуғаш тұтқанда, аны шитлікке ябарға тілеген. Құшшы ғана, жибәр мені, мен сеңа яқшы кеңешлер әйтем, бәлкі ярап қояр деген. Шуннан бай сандуғашны жибәрге болған. Міне сандуғаш бірінші нинди кеңеш берген. Өткен ішке бай бір қашанда өкінме. Екінші кеңеші, ақылға сыймас сөзге ышанма. Бай әфәнді бұл кеңешлерін ишіткеш, сандуғашны құтқарған. Құш ұшып кеткенде әйткенді. Мені жіберіп, нашар ішләдің бит бай. Білсәң еді, менде нинди хазина барын. Менің ішімде зор асыл таш бар. Сен оны алсаң, тағында байыр едің. Бай мұны ішітіп, бек нық өкінген. Хәтті сандуғашны тұтарға талпынып та қараған. Сандуғаш байдан күлген. Мен қазір бай сенің саранлығыңа да, наданлығыңа да түшіндем. Өткенні кері қайтарып болмауына өкіндің. Менің ақмақ сөзлерім әдә шандың. Қаран енді кішкіне бетмейін. Мен кішкіне құшының ішінде нешік зор таш болсын дей. Сандуғаш шулай деп әйткен де, ұшып та кеткен. Қызым, сен айтам, келінім сен тыңла. Йоқ барға өкінгенші, бұш сөзлерге шанғаншы, нықлап бір ойлауың яқшырақ болмас мы?